айтайын деген, Құдай қаласа оқу ойдан артық па дейді. Мына кітабың бастамасы жаман емес. Елге, халыққа сендер алыңдар, менің қызым кітап жазды деп айтып жатқан жоқпын. Наоборот, олар маған шама бермей жатыр ғой. Құтты болсын, сол кітапты алайын деп едік, оқиын деп едік, қайдан аламыз? Сен әкесі емессің бе, сенде бар емес пе деп. Құдай қаласа сондай үлкен білімді, пайдасы елге тиетін білімді кітаптардың көп шығай берсін, творчестводан дами берсін. Алла ғой бәрін реттейді. Алла шабыт беріп, сондай осы жетістіктің өзі түсінген адамға, ойланған адамға қаншама шабыт қой. Шабытың шаттанай берсін, қызым. Сол үйде домбырамды шертіп отырмын. Мен баяғыда үйленбей тұрған кезімде қолыма домбырамды алып, домбырам серігім деп айтатын едім. Әлі немерелі болсам да осы домбыраны шертіп жүрмін. Неге десең, осы домбыраның арқасында несібемізді Алла берді ғой. Құдайға шүкір. Сол сияқты сендерге, сен енді скрипка тартасың, сахнада ойнамасаң да Құдайдың берген бір ұлды таланты, кітабың, білімің, серігің болып, сонымен несібеңді тауып жететін жетістіктерге, ойлаған ойларға, мақсаттарға жетуді Алла нәсіп етсін.